Қайырлы күн, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сливадан пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: қант, сары май, слива, ұн, 2 жұмыртқа, тұз және де сода. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Енді сары майымыздың үстіне қантымызды қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Мінекей араластырып алдым. Енді оның үстіне жұмыртқаны бір-бірден қосамыз. Араластырамыз. Біреуін араластырып болғаннан кейін екіншісін қосамыз. Тағы да араластырамыз. Оның үстіне тұз бен соданы қосамыз. Және де ұнды аз-аздан қосып отырамыз. Сонымен пирогтың массасын дайындап аламыз. Сонымен достар, біздің пирогтың массасы дайын. Енді диаметрі 24 форманы алып, астын сары маймен майлаймыз. Жан-жағында сары маймен майлаймыз. Енді бағанағы істеген қамырымызды саламыз. Енді жақсылап орналастырамыз. Мен жақсылап орналастырып алдым. Және енді үстіне сливаларды қоямыз. Мен өстіп тазалап алдым. Енді қанттың үстіне корица қосып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне шеуіп шығамыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Сонымен достар, біздің пирог дайын. Менде ровно 45 минут пісті. Мінекей, ортасын қараңыздар. Толықтай піскен. Мінекей. Ендеше дәмін көрейік. Өте дәмді. Тура сливаның сезоны. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ендеше рецепт ұнаса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын, сау болыңыздар.